Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Вирсус. Бүгін біз Бакостың аккаунтына осындай мега копилканы ашатын боламыз. Достар, лайк басып кетейік. Ал енді біз бастайық, ондай болса ашып. Мінекей сразу осылай басамыз. Алдыңғы видеоны көрмесеңіздер, менің каналымды ашқан болатын. Менің аккаунтымды ашқан болатынбыз. Бірақ ол жерде өкінішке орай ештеңе түскен жоқ. Бүгін енді Бакостың аккаунты түседі деген ойдамыз. Аша береміз. Бізде 18 сар дроптар қалды. Неге азайып жатыр, енді бірдеңе түседі деген ойдамыз. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, анаға тіркеліп кетеміз. Ал бізде әзірге редкий, ешқандай мифический, легендарный емес. Болады енді мифическийден бізге 200 осындай берді. Адам дамытатын жақсы эпиктен не түседі екен? Ештеңе түскен жоқ енді скин. Енді банша скин түсіруге тырысамыз. Енді біз айтпақшы, бізде легендарный стардропты мен алған жоқпын, бесплатный беріп жатқан. Соны да ашатын боламыз. Мінекей редкий. Енді қызықты нәрселер түсіп жатқан жоқ. Бізде уже 5 стардроп қана қалыпты. Енді көреміз. Ашып жатыр қазірге. Енді ашуға тырысамыз енді. Айтпақшы достар, біздің арнада енді 100 подписчикке азғантай қалыпты. Төменде бір 7-8 адам тіркелсеңіздер, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер, сонда бізде 100 подписчикқа жететін боламыз. Бізде ештеңе түскен жоқ, ондай қатты бағалы. Болады енді. Жақсы. Ондай болса, мінекей біз көріп отқанымыздай Бакостың аккаунтындамыз. Бұл жерде былай алып тастайық, чтобы қызарып көрініп тұрмау үшін. Әйтпесе ана жерде тұрады. Жақсы, бұл жерде бесплатно болған скидка беріп жатыр екен. Бізде легендарный гиперзаряд. Енді бұларды аламыз қазір. Мінекей сосын иконка бар. Бұған 11-ші уровень емес екен Мортис. Дамытып жібереміз қазір. Ақшасы көп екен. Енді осының бәрін құртып гиперзаряд алатын боламыз. Легендарный ашамыз. Скин бізге кім? Эль Примо. Эль Корасан Эль Примо скинін алдық. Мінекей керемет. Мына жақта да бесплатный ала салайық. Енді жақсы, енді лайк басып қойымыз. Бұл жерде де бір зат бар екен. Бұл жерде дұмсық эпик дейді. Қазір жоқ. Бұл жерде әзірге мен орындап жатқан жоқпын. Тек өзімнің аккаунтымды қазірге дамытып жатырмын. Жалпы бұнда ашып қара десеңіздер, дамытатын болам. Дамытқанда квесттер орындайтын болам. Біз әзірге 25 адам. Кім кіре алмай қалған, осыған клубқа кіріңіздер. Кім кіргісі келеді, соларға. Әзірге адам аз, 5 адамға орын қалыпты. Тез кіріп алмасаңыздар. Мінекей бізде осындай керемет скин бар екен. Жаңа скин қолданылмайтында секілді. Чота Эль Примоға. Жалпы маған шығып кеткенде, менде скин аз еді. Жалпы бір скин ғана бар, қателеспесем. Мінекей көріп отқаныңыздай. 57 байт аз байыдыс екен оларда. Ондай болса Мортис дамытайық, айтпақшы, гиперзаряд алу керек. Бізде 11-ші. Мінекей 5000 тұрады екен гиперзаряд. Ал бізге ол бесплатно аламыз. Мінекей күшті. Жақсы. Қазір осы гиперзарядпен ойнайтын боламыз шыдыда. Жаңа таңдап алайын. Мортис. Мінекей. Бұл жерде снаряжениеде тек 2 штугы бар екен. Осы керемет канчетпен бастай берейік. Қазір шыдыны таңдайық. Бұл жерде квесттер жиналып қалған, көріп отқаныңыздай. Бізде осындай карта екен. Көру керек енді. Мортис жалпы имба байытсы енді. Любой байытсы ұтып тастауға шансы бар енді. Бірақ енді ближний байытсырға қиында болады шығар. Біздің қасымызда кім мынау? Лақтыратын емес пе? Бұны біз енді оңай ұтып тастауымыз керек. Ана жақтан барды енді. Мына жақтан барғанда енді. Ұтатын едік. Ойна ганчет басылмай қалды. Жалпы көбдесе басылмай қалды осы ганчет. Осы қиын. Ойна Крисаны көрдіңіздер ме? Сразу ұрлап кетті енді. Вор екен. Шөптердің арасында бұл кауылдасын қолдан біз қашып кетеміз сразу. Мінекей. Стигені жіберіп қояр, кішкені ашуынан тиіп. Бұл жерде қалдап кетіпті, бұнда біз алып кетеміз. Қуалап жүр, неқта Джейси. Біздің бауырымызды қуалап жүр екен. Шабуыл жасап, менен қашқан түрі екен.
Аха, біз мына жақта тығыла тұрайық, мынау әлі артынан қуалап жүрген до конца үмітін үзбейді екен. Барынша қашып бірдеңе қылып пайдаланып кету керек енді. Бұл жолда килл жасай алмайтын секілім, тек бір килл ау деймін. Енді қаша берейік, мына тағы ультасын қолданайын деп тұр. Опа деп бір секірейік. Аха, мінекей 5 адам қалыпты. Абайлау керек енді. Жаңағыдай арттан шығып қалмасын, мынау қысып тастайын деп тұр ау деймін. Опа, ана екеуі бір-бірін көрді. Былай өлтіріп тастады. Әзір тағы бір боецті білмеймін, қай жақта екенін білмеймін, әйтеуір бір жерде жаман тығылып. Опа, міне өздері шықты. Білмеймін, не мақсатта шыққанын. Бірақ ұсталып қалды. Опа, басылып кетті. Ничего, и 3 боец. И міне Криса бар, Джейси бар. И мен что-то екеуі төбелеседі ме екен. Былай кішкене агрессия көрсетіп жатыр. Маған атакер самасы, былай қашып кетейін. Опа, деп қашып кетеміз. Біз жалпы модесінің бір жақшылығы осы да, скорс. Тез қимылдайды, чем басқа байсыға қарағанда. Мына екеуі төбелессе бір-бірін ұтса, бір кішкене екінші орын алып кететін едік. Что-то артынан қалмайды, екеуі бір-бірін қорқып жүр деймін. Енді көреміз енді. Зонадан өтіп қалмау керек. Қазір мына жаққа қарай қашып кетемін, оны маған қарай жабысатын болса. Аха, что-то бірден күтіп тұр. Опа. Ой. Екінші орын ала алмай қалдық енді. Нормально. Аха, жақсы, біз енді не береді екен бізге? Эпический. Дұрыс пе. Осымен видео аяқталды достар. Арнаға тәке лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Виртус. Қош сау болыңыздар.